Күшік ақтұмар. Бір ауылда Үлпіл деген аппақ күшік өмір сүріпті. Оның жүні қыстың алғашқы қарындай тап-таза, көздері қарақаттай жылтырайды екен. Ол өте мейірімді, ақылды және батыл болады. Ауыл балалары оны Ақтұмар деп еркелетеді. Қыс түсіп, айнала ақ көрпеге оранады. Бір күні қатты боран соғып, ауыл іші ақ түтекке айналды. Балалар сыртқа шыға алмайды, ал үлкендер қар күреумен әлек болып жатыр. Сол кезде Ақтұмар біреуге қажет болып тұрғандай нәрсені сезеді. Ол құйрығын бұлғаңдатып, иесінің жанына барып мазасызданып үре бастайды. Бірақ адамдар бораннан ештеңені естімейді. Ақтұмар өз бетінше іздеуге шығады. Ол иіс сезу қабілетіне сүйеніп, қалың қарды омбылап, ауылдың сыртына қарай жүгіре жөнеледі. Көп ұзамай ол әлсіз бүрісіп жатқан кішкентай мысықты көреді. Мысық боранда адасып кеткен екен. Ақтұмар оны тұмсығымен түртіп көріп еді, мысық әлсіз мияулайды. Күшік ойланбастан мысықты ақырын тістеп алып ауылға қарай жүгіреді. Ауылға жеткен кезде адамдар Ақтұмардың қардың арасынан шыққан көріп таң қалады. Ол мұздап қалған мысықты жерге қояды. Адамдар мысықты үйге кіргізіп, орап қояды, жылытады. Ақтұмар нағыз батыр деп балалар қуанып таң қалады. Сол күнден бастап аппақ күшіктің бұл батылдығы адамдардың арасында кеңінен тарайды. Мысық екеуі ажырамас дос болады. Ақтұмардың кішкентай, бірақ шын жүректен жасаған ерлігі ауыл тұрғындарының жүрегінде мәңгі сақталады. Ақылды Мансұр. Үлкен жасыл орманның шетіндегі ауылда ақылды Мансұр деген бала өмір сүреді екен. Мансұрдың ерекше қасиеті, ол жануарлардың тілін түсініп, олармен сөйлесе алады екен. Бір күні Мансұр орманда серуендеп жүріп, жануарлардың алаңдаулы жүргенін байқайды. Қояндар қорқып бұталардың арасына тығылып жатыр. Құстар дабыл қағып шырылдап ұшып жүр. Ал аю ағашқа сүйеніп, басын шайқап тұр. «Не болды, достар?» деп сұрайды Мансұр. Орманның арғы жағында үлкен өзен бар еді. Біз жол жерден су ішіп шомылатын едік. Бірақ кеше ол жерге алып тас құлап, өзеннің ағысын жауып тастады. Егер су келмесе, орманымыз күйіп қалатын болды, дейді қоян. Мансұр ойланып тұрып, біз бәріміз бірге жұмыс істесек, өзенді қайта ашуға болады, дейді. Аю өзінің үлкен күшін пайдаланып, ауыр тастарды жылжыта бастайды. Қояндар мен кірпілер кішкентай тастарды жинап жолды тазалайды. Ал құстар жоғарыдан бақылап, дұрыс бағытты көрсетіп жүреді. Ал Мансұр өзінің құралдарымен судың жаңа арнасын қазуға көмектеседі. Көп ұзамай өзен қайта ағады. Барлық жануарлар қуанып, су ішіп, сергіп алады. Сенің ақылың мен біздің бірлігіміз орманды құтқарды, дейді аю Мансұрға. Осылайша ақылды Мансұр ормандағы достарына көмектесіп, олардың алғысын алады. Орман тұрғындары оған әрдайым сенетін болады. Ал Мансұр досқа адал болу мен бірлесіп жұмыс істеудің қандай маңызды екенін түсінеді. Балалар, мен сендерге қазір сиқырлы алма туралы ертегі айтып беремін. Жасыл бақтың ортасында үлкен жайқалған алма ағашы өсіп тұр екен. Оның жемістері кәдімгі алмалардан ерекше басқа болыпты. Олар алтын түстес, шырынды әрі өте тәтті екен. Бұл ағаштың алмасын жеген адам мейірімді, ақылды және күшті болады деген аңыз бар. Бір күні бір бала еңбекқор, өзіне деген сенімі аз, Әли деген бала келіп,
мен ешқашан батыр бола алмаймын деп ойлап тұрады. Бір күні Әли бақ ішіне серуендеп жүріп, сиқырлы алма ағашын көріп қалады. Ол ағаштың түбінде бір қарияны көріп, бұл ағаштың жемісі ерекше, бірақ оны кез келген адам үзіп ала алмайды деп айтады қария оған. Неге деп айтады? Өйткені ол жүрегі таза, ниеті адал адамға ғана беріледі. Әли алманы алуға тырысады, бірақ мықтап бекітілгендей ол қозғалмайды. Сосын қария оған: сен адамдарға жақсылық жасасаң, алманың өзі саған топ етіп қолыңа түседі дейді. Сол күннен бастап Әли күнде ауылында бүкіл адамдарға көмектеседі. Үлкен адамдарға су тасып береді, кішкентайларға ойыншық жасап береді, ауырып жатқан қарияға барып көмектеседі. Сөйтіп, бір күні бақта өтіп бара жатса, топ еткізіп үзіліп, алма қолына түседі. Әли алманы жеп қояды, бойында бір күш пайда болғанын сезеді. Ол күшті, батыл және өзіне сенімді болып кетеді. Сол күннен бастап Әли ауылындағы ең сыйлы жігіт болады. Сиқырлы алма ағашы оның жасаған жақсылықтарын көріп, жыл сайын көп жеміс беріп, Әли деген мықты жігіт болып өсіпті. Балалар, мен сендерге қазір сиқырлы алма туралы ертегі айтып беремін. Жасыл бақтың ортасында үлкен жайқалған алма ағашы өсіп тұр екен. Оның жемістері кәдімгі алмалардан ерекше басқа болыпты. Олар алтын түстес, шырынды әрі өте тәтті екен. Бұл ағаштың алмасын жеген адам мейірімді, ақылды және күшті болады деген аңыз бар. Бір күні бір бала еңбекқор, өзіне деген сенімі аз, Әли деген бала келіп, мен ешқашан батыр бола алмаймын деп ойлап тұрады. Бір күні Әли бақ ішіне серуендеп жүріп, сиқырлы алма ағашын көріп қалады. Ол ағаштың түбінде бір қарияны көріп, бұл ағаштың жемісі ерекше, бірақ оны кез келген адам үзіп ала алмайды деп айтады қария оған. Неге деп айтады? Өйткені ол жүрегі таза, ниеті адал адамға ғана беріледі. Әли алманы алуға тырысады, бірақ мықтап бекітілгендей ол қозғалмайды. Сосын қария оған: сен адамдарға жақсылық жасасаң, алманың өзі саған топ етіп қолыңа түседі дейді. Сол күннен бастап Әли күнде ауылында бүкіл адамдарға көмектеседі. Үлкен адамдарға су тасып береді, кішкентайларға ойыншық жасап береді, ауырып жатқан қарияға барып көмектеседі. Сөйтіп, бір күні бақта өтіп бара жатса, топ еткізіп үзіліп, алма қолына түседі. Әли алманы жеп қояды, бойында бір күш пайда болғанын сезеді. Ол күшті, батыл және өзіне сенімді болып кетеді. Сол күннен бастап Әли ауылындағы ең сыйлы жігіт болады. Сиқырлы алма ағашы оның жасаған жақсылықтарын көріп, жыл сайын көп жеміс беріп, Әли деген мықты жігіт болып өсіпті.